Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін өте дәмді сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сливочный май керек. 100 грамм, оған 50 грамм шекерімізді салып, жақсылап езіп, араластырып аламыз. Оған 1 жұмыртқа, екі 200 грамм ұн, бір шай қасық разрыхлитель, жақсылап араластырып, эластичный қамыр дайындаймыз. Және 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді біз начинкасына творог 400 грамм, кез келген майлылығы және 200 грамм қаймақ. Екі жұмыртқамызды саламыз. 100 грамм қантымызды, 2 ас қасық кукурузный крахмал. Жақсылап блендермен езіп, араластырып аламыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Біздің қамырымыз дайын. Осыны диаметрі 24-26 сантиметр формасында орналастырып, бортиктарға дейін жеткізіп, начинкамызды саламыз. Шет-шетін вилкамен формасын әдемілеп келтіреміз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыз.